Баршаңызға ассалаумағалейкум. Сіздермен Нұрбек Қалаубек, және де біздің бұл тегін сабағымыздың 9-шы сабағы. Бүгінгі сабақта біз жалпы трейдингте қалай алданбау керек, неге алданбау керек, сол жайлы айтып кететін боламын. Жалпы қазіргі таңда білесіздер, бізде нарықта сигналдармен торговля жасайтындар, немесе искусственный интеллектпен тағы да басқа күдікті стратегиялармен жұмыс жасайтын адамдар көбейіп кетті. Жалпы енді кезек-кезек каждайына тоқталып өтейік. Бірінші кезекте сигналдарға тоқталатын болсақ, сигналдармен торговля ол дегеніміз бізде алдағы уақытқа трейдердің өсуіне ең кедергі жасайтын әрекеттердің бірі десек те болады. Не себепті? Потому что сіздер сигналмен торговля жасау арқылы өздеріңіз, өз беттеріңізше анализ жасамай, біреуге не істейсіздер, тәуелді болып қалатын боласыздар. Және де өсу деген алдағы уақытта тоқтатылады, және де рынокта уже не істейсіздер, біреудің мнениясы арқылы кіріп, минусқа кетіп, ақыр соңында трейдингтен алыс кетулеріңіз мүмкін. Енді келесі бізде искусственный интеллект арқылы торговля. Қазіргі таңда білесіздер, искусственный интеллектпен жұмыс жасайтын адамдар өте көп. Яғни сіздерге искусственный интеллект то же самое не істейді, как сигналдағыдай точный прогноз никак бермейді. Жалпы бұл жерде как сіздер ставка тіккен сияқты болып қаласыздар. Сол себепті өздеріңіздің стратегияларыңызбен, өздеріңіздің миларыңызбен, өздеріңіздің бастарыңызбен торговля жасаған өте дұрыс болып саналады. Солардың қатарына роботтарды да кіргізсек болады. Роботтар қазір сатып атқан адамдар көп, трейдерлар көп. Сіздерге не істейді? Роботты қосып береді, және де өздеріңіздің депозиттеріңізді салуға тура келеді. Және де робот не істейді? Адам торговля жасай алмай жатқан нәрсені адамдардың, мысалға трейдерлардың 95% прибыльда емес, дұрыс па? Тура сол сияқты, егер де 95% адам прибыльда емес болатын болса, робот не істейді? Адамнан, то есть, озып кете алмайды. Сол себепті бұл жерде алданбау керек нәрселердің бірі то же самое робот болып саналады. Өздеріңіздің мимен торговля жасағанға никак жетпейді ол нәрсе. Енді және де тағы да басқа алданатын стратегиялар көп қазір нарықта жүр. Мысалға 100% отработка немесе 100% жұмыс жасайтын стратегия деген сияқты сөздер ол уже өтірік болып саналады. Неге? Себебі кез келген стратегия не істемейді, 100% жұмыс жасамайды. Ол жерде сіздердің салатын өздеріңіздің усилияларыңыз бар. То есть стратегия 30% жұмыс жасайтын болса, қалған 70% ол сіздердегі психология, ол сіздердегі дисциплина, ол сіздердегі өзіңіздің определенный құрған системаңызбен немесе правилаңызбен торговля жасау арқылы еңбекпен келетін не болып табылады, жұмыс болып табылады. Сол себепті күмәнді стратегияларға ұрынбауларыңызды сұраймыз. Осы кеңестер арқылы алдағы уақытта осы нәрселерді білу арқылы не істейтін боласыздар, шыңдалып дұрыс решение қабылдайды деген үміттемін. Жалпы бүгінгі сабақ түсінікті деген үміттемін. Сіздермен болған тағы да Нұрбек Қалаубек. Келесі сабақта жолыққанша.